Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов мырзаны біз Риддер қаласына шақырамыз. Нұрымбет мырза, Риддер қаласына келіңіз. Мен сияқты, мен қатарлы қарапайым халықпен кездесіңіз. Сол кезде біз сізге Риддерде болып жатқан ақпарат туралы толыққанды ақпарат береміз. Себебі бұл жердегілер сізге Риддердегі болып жатқанның тек жақсылығын асыра, жамандығын жасырағына жеткізіп отырғанына көзіміз жетіп отыр. Бұл жерде көп өзгеріс керек болып тұр. Мысалы айтайын, әкімнен бастайық. Әкім Думан Рахметқалиұлы. Бұл кісі әкім болып, осы бір жылдан аса уақыттың ішінде еш нәрсе жарытып тастамады. Екіншіден, айтқан сөзінде тұрмайды, яғни өтірікші әкім. Бір апаға пәтерді береміз деп, сол күйі бермей созбақтап жүр. Мінезі өзімшін, мен, сондай халыққа жақын жүрмейтін сондай адам. Оның орынбасары Ошақбай Ерболат деген кісі бар. Ерболат Құмарханұлы осы 3 ай болды созғайы. Алғашында сіздің орынбасарыңыз Ербол Нұрғалиев қой деймін, ұмытпасам фамилиясы. Ол кісі былтырдан бері біз басын шешкен сұрақтың, яғни мектепті сала бастағанда біз халық өзіміз тексереміз дегенбіз. Ербол Нұрғалиев ол кісі айтқан тексеруге болады деміз. Содан 3 ай бұрын Zoom арқылы сөйлескенде Ерболат Құмарханұлын айтқан. Бұл кісілердің құжаттарын рәсімдеп беріңіз. Халық өзі тексерсін деп. Содан Ерболат Құмарханұлы 2 айдан ары созған соң мен бір видео салғанмын. Сол видеома қырыстанып, менің қолымнан бәрі келеді, сен қолыңнан не келеді дегендей қылып, не WhatsApp-ма жауап бермей, не звоногыма жауап бермей қырыстанып отыр. Қырыстанса ол үйінде бала-шаға келіншегіне қырыстансын. Бұл жерде мен халықпын, маған қызмет етіп отырып, маған қырыстанатын ол кім? Және бұл секілді көптеген сұрақтар бар бұл жерде. Сондықтан соның барлығын жік-жігімен тізіп отырып, қағазға түсіріп отырып сізге береміз. Сізбен кездесіп сөйлесеміз. Келіңіз, бұл мәселені шешіңіз. Ал мектеп мәселесі ол өтті үлкен бөлек мәселе. Бұл мектепті біз сұрағай 30 жылдай уақыт өткен. Бұл мектепке қаншама сұрасақ та мемлекет тарапынан бір тиын ақша табылмай кассинг берген. Яғни бұл кассингтің садақасы бізге берген. Зарламай мектеп салып алыңдар деп. Ең сол мектептің салып жатқанын, сапасын тексеретін ол біздің міндет. Біз көргенде ешкім көрген жоқ осы жерде отырғандардың. Біз құсап біреумен мінгесіп сабақ оқыған жоқ. Біз құсап ескі мектепте оқыған жоқ, төбесі құлағанша сол жерде. Астынан су кіріп төбесі құлаған жағдайларды көрдік. Бізге құсап үшісімен ешкім оқыған жоқ. Бұл мектеп біз үшін өте қымбат. Сондықтан да мектептің сапасын біз тексереміз. Кім не десе о десін. Біз қазір де қарап жүрміз ақырын. Тексереміз, барлығын шығарамыз. Проектіні ал келіңіз. Технадзор, авторский надзор барлығы келсін. Бірге жүріп отырып, бізде де неше түрлі іскер адамдар бар. Және специалистер бар, солармен тексереміз. Егер де бір нәрсесі дұрыс болмаса, мына салып бастағанды бұзып қайтадан салғыздырамыз. Бұл не сұмдық? Мектеп біз үшін ол жай бір құрылыс емес, жай бір ғимарат емес. Бұл біз үшін түсімізге кірген нәрсе. Сондықтан жаңадан келіп, білгендерін қылғанның болмайды бұл жерде. Неліктен біз салып жатқан мердігерге сенбейміз, неліктен біз технадзорға сенбейміз. Кешіріңіздер, сіздер өздеріңіз сенімнен айырылған. Қазақстанда 30 жылда жемқорлықпен айналыспаған, жемқорлықпен ұсталмаған бірде бір мекеме жоқ.
Егер сол технадзорға сенетін болсақ, онда не болады? Со технадзор әне жылда салып жатқан жолды тексереді. Жолдың сапасын өздеріңіз білесіз. Сол технадзор жәнегі әртүрлі құрылыстар тексереді, артынан улар шу болып жатыр. Кешіріңіздер, сіздер халықтың сенімінен айырылғансыздар. Енді амалсыздан біз тексеруге мұқтажбыз, міндеттіміз. Себебі бұл Кеңес одағында 70 жылдан асып отырғанда, егеменді Қазақстан болып 34 жыл болғанда, ең алғашқы салынып отырған қазақ мектебі. Біз үшін бұл жай ғана ғимарат емес. Бұл біз үшін үлкен тарих. Сіздер соны дұрыс түсініңіздер. Сондықтан Ерболат Құмарханұлын қырсық мінезімен қосып, осы қаладан алып кетіңіз. Бізге керек жоқ ондай мінез көрсететін қызметші. Бұл жердегі атты бөлімдей аз қазақтың мазақ қылғанды қойыңыздар. Аз болсақ та әрқайсымызда рухымыз бар, духымыз бар, міне бізде де мінез бар. Әбден мазақ қылып, әбден халықты қанап, өтірік статистика, өтірік цифрды айтқанды қойыңыздар. Біз ол анекдоттың барлығын 30 жыл естіп келеміз. Сондықтан Сақтағанов мырза, келіңіз рейдерде. Кімде қандай сұрағы бар, қарапайым халықты жиып беруін мен ақ жасап берейін. Артымнан ерген біраз азаматтар бар. Әйтпегенде келет, министр келет, жым-жырт, тып-тыныш, жәнегі бюджеттік саладағы қызметкерлер мен мұғалімдің байқұстарды алып барып, өтірік ұйықтатып тыңдатып қояды. Әкімнің есебі болады, о жерде тағы бюджеттік саладағылар. Қарапайым халық өз проблемасымен өзі қалып отырады. Келетініңізді хабарлаңыз, қара халықты мен ақ жиып берейін сізге. Сол кезде халықпен сөйлесіңіз. Біз сіз туралы естідік, кезінде Жемқор Ахметовтың ығына көнбей, өз еркіңізбен әкімдіктен кетіп қалған түзу адал азамат деп естідік. Сондықтан біз сізге осындай өтініш жасап отырмыз. Біз сізді күтеміз.